Жаңа сертификатты алған адамдар қуаныштымы сіздер үшін? Және сіздерге бір сұрақ. Осы жерге келгендеріңізге қуаныштысыздар ма? Кімдерді көруге сіздер қуаныштысыз? Мені өте керемет, рахмет. Сізді өте маңызды кездесу болғанын өткен жылы, еске түсіре аласыз ба? Және сізге қатты ұнаған. Сол кездесуге өте қуанышты болдыңыз. Кіммен? Германиядан келген менің досым дейді. 7 жыл көрмеген. Тағы да басқа мүмкіншіліктер. Әйелім бір апта 7 күн басқа қалаға, басқа жерде болды дейді. Бұл кездесуге сіздер дайындалдыңыз ба? Иә, әрине. Қалай дайындалдыңыздар? Алдын ала қуанышқа кенелдік. Сіз досыңызбен кездесуге қалай дайындалдыңыз? Уақытында кездесу. Тағы да үйді жинадық. 2 адамға ғана емес, барлықтарыңыз жауап берсеңіздер болады. Сіздер қалай дайындаласыздар кездесуге? Маңыз адамдармен сыйлықтар аламыз. Дастарханды жайдық. Дастарханға не жаясыздар, не қоясыздар? Өте дәмді тамақтар. Өзімізді әдемі киім киіп, өзімізді әдемілейміз, үйді жинаймыз. Үйді жинақтап қоямыз. Дұға етеміз. Жақсы? Киелі кітапта өмірімізде бір керемет кездесу болатын айтады. Бұл кездесу еш басқа кездесулермен салыстыра алмаймыз. Бұл біздің жаратқан иемізбен кездесу. Барлық патшалардан үлкен, жоғары, бүкіл дүние жүзін, бүкіл аспан мен жерді қолына ұстап отырған біздің құтқарушымыз Иса Мәсіх. Сол сөзде, киелі сөзде Паул сол кездесуді қалай күтіп жүргенін, және осы кездесу оның өміріне қалай әсер ететінін. 2 Тимотей 4 тарау 6-8 аяттар. Өйткені мен құрбан болуға таяу тұрмын, және менің бұл өмірден кету уақытым таянды. Мен жақсы күресті жүргіздім, өз жолымды аяқтадым, сенімді сақтадым. Енді маған әділ төреші иеміз беретін әділдік тәж дайын. Ол оны маған сол күні береді, және тек маған ғана емес, оның келуін сүйіп күткен барлық адамдарға да береді. Сонымен, 3 аят арқылы Паул өз өмірін осы 3 сөйлемде толықтай ашып беріп жатыр. Ол өз өлімін және Исамен кездесуін, өлімнен кейін кездесуі туралы айтып жатыр. Бізге ол кездесу маңызды ма? Негізі сұрақ анық. Паул айтады, бұл кездесуді күту ғана емес, бұл кездесуді жақсы көріп, сүйіспеншілікпен күту керек біз. Біздің кездесуіміз Исамен біздің өмірімізге қалай әсер етеді, біздің өлімімізге қалай әсер етеді. Біз күтеміз ба бұл кездесуді? Әрине, мен сенушімін, мен Иса Мәсіхтің артынан ізбасарымын, бірақ мен бұл кездесуді сүйіспеншілікпен күтіп отырмын деп ойламаймын. Әрине, мен қазір осы реалдық өмірдемін, менің үйім, отбасым, жұмысым, бір нәрселерден бастапқым келмейді.
бәрі жақсы, тамаша. Мен қызметке де қатысамын, өмірге де көптеген үлес қосып жатырмын. Бірақ Исамен кездесу ой соңғы күнге қалдырғым келеді. Қазіргі менің өмірмен байланысты емес сияқты. Мен бұдан кішкене алыстаумын, және оны мүмкін дұрыс түсінбеймін. Бірақ кел кітапта бұл нәрсені сүйіспеншілікпен күтуімізді білдіреді. Паул да оны айтады, өзінің өмірі туралы және өлімі туралы. Ол бізге 3 картина суреттеп береді. Бірінші сурет ол Исамен кездесуі, екінші сурет ол өлімі және оның толық барлық өмірі. Паулдың Исамен кездесуі. Паул Исаның келуін қатты сүйіспеншілікпен күтуде және жақсы көреді. Және Исамен кездесу Паул үшін не нәрсе білдіреді? Біз кішкене 8-ші аяттан бастаймыз, соңынан. 8-ші аятта былай жазылған: ал енді мен үшін әділдік тәж дайын, оны маған әділ төріші емес сол күні береді. Тек маған ғана емес, оның келуін сүйіп күткен барлық адамдарға. Паулдың санасында осы жердегі өмірден кейін не болатын туралы өте айқын сурет бар. Осы өмірді өмір сүрген соң толықтай жоқ болып кету емес, білмейтін нәрсе емес. Өміріміз аяқталған соң Исамен кездесуін Паул күтіп отыр. Және тәжіні Исадан алуды күтіп отыр. Және тәжі ол марапатталынған. Паул нені білдіреді? Марапатпен Паулға беріледі, себебі Паул барлық өмірін басынан бастап аяғына дейін әділ өтті. Біз үшін бір ұсыныс. Паулды ғана күтпейді, бұл тәжі әр біреуімізді күтеді. Исаны сүйіп құрбандық ретінде қабылдаған. Паулды ғана емес, әр біреуімізді сенуші, мәсіхші, сенуші бауырластарды. Ал біз болсақ, Исаның келуін күтудеміз бе сүйіспеншілікпен? Елестетіп көрейікші. Ең керемет кездесу, ең керемет мейрам. Сіз сол уақыттарды, сол мейрамдарды қай жерде өткізуді жақсы көресіздер? Жақсы топпен. Қай жерлерде? Әдемі, сұлу жерлерде. Қай жерде тағы да жақсы мейрам өткізуге болады? Ресторанда дейді. Табиғат. Енді ең керемет табиғатты елестетіп көріңізші. Ол жайлау, ағаштар, және ол ағаш өмір ағашы деп айтылады, және өзен ағып тұр. Ондай өзендерді ешқашан көрмегенсіздер. Және бізді мейрам дастарханына шақырып жатыр. Ол дастархан өте керемет, сөз жетпейтін тағамдармен толып тұр. Біз сол дастарханға отырамыз. Тамақтардан және жақсы дастархандар, тағамдар ғана емес, біздің арамызда, біздің қасымызда Авраам, Мұса, Дәуд, пайғамбар Ильяс, біздің пайғамбарлар отырады. Және ең керемет жаңалық бұл жерде, біз олармен енді ешқашан қоштаспаймыз. Себебі бұл мәңгілік. Және бізді осы кездесуде Иса бізді кездесіп жатыр. Ол бізге бұл тойды керемет қылып, бұл мейрамды керемет қылып өткізіп жатыр. Ол жай ғана қарсы алып жатқан жоқ. Ол біздің басымызға тәжі кигізіп, жарайсың, адал да сенімді құлым, сен өмір жарысында жеңдің дейді.
Бұл тәжі аурудан, күнәдан айрылып, Исаның әділдігі мен киелігіне толықтай кейіндік дегенді білдіреді. Ешқандай ауру жоқ, ешқандай қоштасу жоқ, ешқандай зұлымдық жоқ, ешқандай өкініш жоқ, ешқандай қиын жағдайлар жоқ. Бізге қыста қандай киім киетініміз туралы ойлану керек емес ол жерде. Немесе бір қиын сұрақтар жұмыста туылған. Бізге ақша да керек емес. Бізге жол да керек емес. Себебі ол жердегі жолдар нағыз алтыннан істелінген. Бұл сый әрбір сенуші Исаға менің құтқарушым деген мәсіхшілерді күтеді. Менде бір оқиға бар. Бір ата, ол кісі өлімнің алдында жатыр, өлімнің аузында жатыр. И бүкіл қауым ол үшін мінәжат етіп жатыр. Ол қайтадан өлімнен тірілу үшін. Ол кісі өлімнен тірілді, және ең бірінші сөзі ол кісінің, ол атаның: не істедіңдер, неге мені шақырдыңдар, ол жақта сондай керемет болды дейді. Сол жерде ойланып көріңізші, бізді не нәрсе күтіп жатыр аспанда? Исамен кездесуді қалаңыздар, сүйіңіздер, сүйіспеншілікпен күтіңіздер. Бірақ бұдан артық бұл кездесуге қандай бізге қатынас бар, қандай бізге көзқарас бар. Сондықтан келесі сурет ол өлімі көрінісі. Паул өзінің шын жағдайын айтып жатыр. Ол қазір түрмеде, оған бір қиын сот болып жатыр, оның басынан өтіп жатыр. Және ол білет, ол өлімге жазаланып жатыр. Екі сөйлеммен Паул өзінің нақты жағдайын былай айтып отыр: мен құрбандыққа шалынуға таяумын. Менің бұл өмірден кету уақытым келді. Немесе мен құрбан болуға дайынмын. Аудармаға байланысты. Паул мұны өмірім міне бітейін деп тұр дегенді білдіріп тұр. Бірақ бұл қиын жағдай емес, кездейсоқ жағдай емес. Бұл оның өмірінің соны. Паул бір жерде қолданатын ұқсастық кезде көне өсиетте жаратқан иеге арналған құрбандық заңына қайтарады дейді. Сонда кітабында 15-ші тарауда былай делінген: Құдайға арналған әрбір құрбандық дән мен шарапта қосылып берілу керек дейді. Дәл сол шарапты құю рәсімі құрбандықтың соңғы бөлігі. Паул өз өмірін салыстырады. Ал былай дейді: бүкіл өмірім Мәсіхке арналған құрбандық болса, енді мен сол құрбандықтың соңғы бөлігін, яғни өз өмірімді беруге дайынмын дейді. Және кету уақыты. Паул өзінің қызметін қалдыруға дайын. Өзінің барлық қызметін сенімді адамдарға тапсыру, оның арасында Тимотей де бар. Бірақ Паул өз өлімін қалай сипаттайды? Ол оны қамшысын бұлғап келген ажал кемпірі ретінде емес, қорқынышты, әділетсіз, тағдырды қиратып жіберетін апат ретінде емес. Жоқ, Паул үшін өлім бұл уақыты келгенде кету. Ол кеменің айлақтан жолға шығуы, жер жыртып жүрген өгіздің мұратын шешіп демалуға жіберуге. Демалыс
орнындағы шатырды жинап, сапарды жалғастыру. Соған ұқсас суреттерді Паул өзінің кетуін сипаттап жатыр. Паулдың шындығы қандай? Ол өлім жазасына әр күні таяп келе жатыр. Бірақ ол үшін бұл трагедия емес. Бұл қайғылы жағдай емес. Бұл ол үшін өмір жолының аяқталуы. Өзінің шатырын жинап, Исамен кездесетін уақытқа баруына дайындалып отыр. Ал енді біз ойланып көрейік. Біз оны қабылдамауымыз керекпіз, қабылдай алмаймыз мүмкін. Және оны өзімізбен өзіміз сөйлескіміз келмейді. Бірақ бәрібір бұл өмірді біз бір уақытта тастап кетеміз. Бұл өмірден ешкім әлі тірі кеткен жоқ деген бір мақал бар. Біз шынайы Исамен кездесуді күтіп жүрсек, біз соған үмітімізді және назарымызды аударсақ, сонда өлім біз үшін бір қиын жағдай болып келмейді. Себебі Құдай өз уақытында бізді алып кетеді. Әрине, мен өмірде көп нәрсе істегім келеді, одан да керемет болғым келеді, дамығым келеді. Бірақ Құдай тура қазір сен менімен кездесуім керексің десе, қандай бізде ой болуы мүмкін. Құдайға шүкір, себебі менің Құдайға келетін уақытым не істеп, не қойғанымды білдірмейді. Жалғыз Иса, ең бірінші, жалғыз Иса ғана мәңгілікке мені жетелеп толықтай аяқтайды. Осыдан бір ай бұрын бір кісі қайтыс болды, оның аты Крэг. Сол кісіден бір сұхбатында сұрайды, сізге өлімнің алдында 30 секунд қалса, сіз қалай өткізерсіз өміріңізді дейді. Сонда ол кісі былай жауап берді, 30 секунд дейді, мен Құдайдың алдында ұлы сотқа келемін дейді. Бұл менің игі істеріме ешқандай байланысы жоқ. Ең бірінші байланыс, ең бірінші маңыздылық ол Иса Мәсіх сенің құтқарушың ретінде өміріңде бар ма, жоқ па, сен сондай сенім артасың ба? Иса өте маңызды. Кім ол Иса? Бұл өте маңызды сұрақ. Сенде игі істер қанша, және көп па, аз ба? Егер де сен бір тарихи керемет бір фигура болсан да, оған атақты адам болсан да, оған байланысты емес. Жалғыз Иса ғана сені құтқара алады ұлы соттан, Құдайдың сотынан. Ең маңыздысы сенімді болу. Исамен керемет кездесу болатын. Біздің керемет құтқарушымызбен. Сол себептен әрбіреуміз осы шындықпен кездескен кезде, өліммен кездескен кезде өте маңызды сұрақ. Иса кім? Амин дейік осы үшін. Исамен кездесуі жақсы, дұрыс дайындалу ғана емес өлімге. Және ең маңыздысы осы өмірді қалай өмір сүріп жатырмыз. Сол маңызды. Ол үшінші сурет Паул бізге түсіндіріп кетеді. Ол өмірдің суреті. Паул өзінің өткен шағын көреді. 6 аятында былай дейді: жақсы күресті күрестім, жарысты аяқтадым, сенімді сақтадым.
Паулдың Мәсіхпен кездескеннен кейінгі бүкіл өмірі бұл жақсы күрес. Бұл нағыз рухани шайқас. Бірақ Паул былай деді: мен соңына дейін жеттім дейді. Жарысты аяқтадым, сенімімді сақтадым дейді. Бірақ нағыз қызмет өзінің сенімін сақтап қалған ғана жоқ, ол сенімді басқа адамдарға жеткізді. Өзінің Құдаймен деген жеке қарым-қатынасы туралы бәрін соны жеткізді. Бұл шынымен Исаға сенім болды, және бұл сенім оны әр қарай жолын жүруге, күресін аяқтауға көмектесті. Паулдың өмірі біз үшін жақсы мысал. Бірақ жауабымыз жоқ болуы мүмкін, себебі Паул, білеміз, оның өмірінде қиын жағдайлар болды, және ол қауымға, мәсіхшілерге қарсы болып шықты. Оның өмірі қызметкер болғандықтан ол керемет өмір сүріп кетті? Жоқ, әрине. Ол да бір шешімдерді дұрыс қабылдамады. Бірақ ол күресті жақсы өтті, жарысты аяқтады. Біз өзімізді өте керемет спортшылармен салыстырсақ болады ма? Мүмкін біз бүгін келе жатып басқа жолға бұрылып кеттік. Паулдың мысалы бізге өте қарапайым. Бұл маңызды емес. Сен кімсің? Қандай жағдайда тұрсың? Бұрылып кеттің ба? Қиналып кеттің ба? Паул үшін бір нәрсе өте маңызды. Әр қарай күресіңді жалғастыра бер. Сен идеалдық спортшы болмай қой. Керемет атлет болмай қой. Сен қандай барсың қазір? Тура сол жағдаймен әр қарай өз күрес жолында жалғастыр. Өзіңнің сеніміңді жалғастыра бер. Исаға соны ашық айт. Исамен кездесуіміз бізге мотивация болады. Өмірімізді жалғастыруға. Қандай қиын жағдай болса да өмірлерімізде, қазіргі өмірде қиыншылықтар көбейіп жатыр. Бірақ біз мәңгілікте бәріміз кездесеміз. Өмір қиын болса да, өмірімізді ар қарай күреспен жалғастыруымызды керек. Паул өзінің шақыруында өте нақты болды. Оның сөздерін қазір естіп, мен білмеймін, менде қандай шақыру бар. Мен өзімнің шақыруым туралы ешнәрсе білмеймін деп, сондай да сұрақ келуі мүмкін. Бірақ киелі кітапта бізге мынандай ұсыныс: Исаның артынан ары қарай жалғастырып жүріп, нақты сенімді ізбасар бол. Мүмкін бүгін сіз соны естіп тұрып, мен әлі ондай нәрсе жасап жатқан жоқпын, мен дайын емеспін деп сұрақтарыңыз келуі мүмкін ойларыңызға. Исамен кездесу әрбіреуіміз үшін бұл шындық. Ең басында Паул Исаны жай соттаушы ғана емес, өлген және тірі адамдарды соттайтын соттаушы деп атайды. Әрбір адам өз уақытында Исаның алдына келеді. Және шындық былай: әрбіреуіміз сотқа сотталатын адамбыз. И бірінші ол біз азап шегеміз. Бірақ сендерге айтқым келеді, қымбатты досым, Иса сен үшін өмірін қиды және тірілді. Сізді
мәңгілік өмірге осы кездесуге жетелеп алып келу үшін ол қайта тірілді. Бұл деген өте маңызды, сенің болашағында, өміріңде керек зат. Құдай сізді күтіп тұр. Паул Исамен кездесуді қатты күтті. Оның шындығы өлімнен кейін Исаны кездесуіне осы өмірді өтуге көмектеседі. Бізде бірнеше практикалық қағидалар бар. Ең бірінші, Исамен кездесуді жақсы көр. Иса қуанышпен сені қарсы алады. Егер де сен немқұрайлы қарасаң, немесе жоққа бұрасаң бұны, бұл кездесу болмайды онда. Екінші қағида, өлімнен қорықпаңыз. Исаға сенушілер өмірде өлімнен қорықпау керек. Ол өмір тоқтап қалатын жағдай емес, бұл өтетін жағдай. Өмірден басқа өмірге өтіп кету. Осыған амин десеңіздер. Ең соңғы қағида, Иса үшін өмір сүр. Егер де мен Исаны сүйсем, мен ар қарай Исаның артынан жүремін, оның жетелеуімен жүремін және оның ізбасары боламын. Егер де басқа жолға бұрылып кетсем де, Иса әрдайым дайын бізге жақсы және дұрыс жолды көрсету. Тура қазір Иса бізге барлық керек нәрселердің бәрін беруге дайын. Достарым, киелі кітап не деп жатыр? Исамен кездесуді сүйіспеншілікпен күт деген ұсынысты қабылдаңыздар. Біз қазір дұға етеміз. Біз осы уақытта барлық жүрегімізбен Құдайға көңілімізді аударамыз. Оның атында мадақтап дұға етейік. Қымбатты Құдай әке, Құдай, саған шексіз ризамыз. Біздің аспан мен жердің иеміз, Тәңіріміз, жаратушымыз. Сен бізді күтіп жатқанына және сенмен бірге осы кездесуді бізге дайындап қойғанына шексіз ризамыз. Және жай ғана кездесу емес, үлкен мейраммен кездесесің бізбен. Және келі жазба арқылы бізге сені қалай күту керек, сенімен қалай кездесуге дайын болуымыз керекті жазып жатсын, айтып жатсын, ашып жатсын. Бізге жар бола көр, көмек бере көр. Қандай біз қарбаласта жүрсек те, қандай өмірімізде күніміз өтсе де, әртүрлі жағдайлар бізге кедергі жасауы мүмкін. Сенмен кездесуге дайын болуымызға. Сондықтан біз сенің алдына келіп дұға етеміз. Жар бол бізге, көмектес, қайда жүрсек те, осы өмірімізді жалғастыруымызға. Өте маңызды өмірімізде саған не істеп, не қоюымызды. Біз сенің алдына келгіміз келеді. Мүмкін біреулеріміз ауырып жатырмыз. Мүмкін түсінбей жатырмыз. Шындық Құдаймен кездесетін уақыт келіп қалды. Сол адамдарға қазір өзің қамқорлығыңды және күшіңді және жігеріңді бере көр. Оларға өзіңнің жұбанышыңды бер. Сен оларды күтесің. Саған кім келгісі келеді, солардың бәрін күтесің сен. Сол жұбанышты аш және бер әрбіреуімізге. Алғыс саған, Исаның атымен шексіз ризамыз. Аумин.